Менің қызымның міне формасы осы. Алғарып отырмыз ба, қызықсыздар сіздер. Орамал шешіп келіп, содан кейін шығамыз. Менің қызымды қазір сіз кіргізбеймін деп тұрсыз мектепке, иә? Ертең тағы алып келем, кіргізбейсіз ба? Кіргізбейміз. Ертең сотта сіз өзіңіз жауап бересіз ба? Жауап беремін. Ертең өзіңіз жауап бересіз. Міне бүгін қай күн? 5 наурыз. Міне мектеп директоры мектептен кіргізбеймін деп айтады. Ертең мен тағы алып келемін. Орамалын шешсін деп, хижабын шешсін, сосын. Міне бірінші, міне мен 3-ші класс оқитын тәрбие сағатына келдім. Мынау директор мені актив залдан осылай күшпен қуып шығарып жатыр. Қызыңызды мектептен ашыңыз, хижап деген. Қызым сабақта отқан жоқ. Сабақ болмас, мектепке кіруге болмайды. Мектеп емес, басқа жаққа болса да сабаққа кіруге болмайды. Сабақ емес бұл. Сабақ мектепке кіруге болмайды депсіз. Хижаппен мектепке кіруге болмайды, түсініңіз. Мен сабақ емес, біз көрермен болып келдік. Сізді шығарасыз, енді мен сізді шығарамын. Соған қазір қолың іші тиіп көрсін, сосын кейін мен сенімен заңға бойында мен сөйлесемін. Алғарып отырмыз ба, қызықсыздар сіздер. Орамал шешіп келіп, содан кейін шығамыз. Алып келсін қызым. Рұқсат жоқ. Ішкі тәртібінен атазан жоғары ма не сонда? Атазаннан жоғары ма? Міне менің қызым, арке киім шеш. Міне менің қызымның формасы. Қай жері формаға сай келмей тұр? Қай жері? Бүгін 18 наурыз мен тағы да келіп тұрмын мектепке. Тәрбие жөніндегі завуч, міне екеуі. Кіргізбей, қызымды кіргізбей, көзімді шығар деп тұр. Басындағы орамал болмайды. Орамал емес. Қазір мен. Біз келіп тұрып тағы да. Бүгін қаншасы? 1 сәуір. Мектеп басталды. Мен тағы келіп тұрмын. Мектепке кіре ме, кірмей ме? Мен рұқсат жоқ. Форма сақтап тұр. Ешқандай формаға қарсы емес. Мен юбка киіп баратыр, дізенің үстінен киіп баратыр ғой. Дізенің үстінен міне кетіп баратыр. Ана дізенің үстінен неге кіргізесіздер оны? Меруерт мен есімім. Меруерт апай, былай, енді сіздің қызыңызды ше, бір аламай жүрген табасына нәрсеміз жоқ. Бұл жердегі тек орамалды шешіп, мектеп формасын талап орындалып тұр, салынып киініп тұр, орамал айтқан емес. Нәрсені нағылатқан жоқпыз. Анау дізенің үстінен киіп жүр. Оқушылар дізенің үстінен киіп жүр. Дізенің үстінен форма не деп, ненің білім министрі қандай форма сақтады? Дізенің астынан болсын деді. Дізенің астынан болсын деді форма. Я, білім бөлім басшысы 1 сәуір мектепке кіргізбеймін деп қазір бізге айтып тұр. Ордабасы ауданының білім бөлім басшысы. Қызымды мектепке кіргізбеймін деп отыр. Тұра тұрыңыз. Бүгін 6 мамыр. Мен қызымды кіргізбеймін деп тұр. Мынау директорсыз сіз ғой, өзіңіз жауап бересіз. Мүткін уақытша міндетін атқару директорсыз. Бүгін 6 мамыр қызды кіргізбе деп тұр. Мектептің ішкі тәртібі бойынша. Не үшін? 26-бета солай жазылған. Мектептің ішкі тәртібі бойынша мен кіргізе алмаймын. Мектептің ішкі тәртібі бойынша мен кіргізе алмаймын. Қазір 102 Қызда кінә жоқ, негізі бәрі. Менің қызымның міне формасы осы. Директор міне. Жоқ, жалпы өзім болса. Мен айтып ішкі тәртіп бойынша бағынасыздар. Арыз жазамын, сосын не себептен кіргізбей тұрғанын полиция бөліміне айтсаңыз, мен сізге басқа ештеңе сіз жазып, сіз қабылдадым деген, жазып қоясыз ба, или маған қабылдадым деген қол қоясыз ба, маған қабылдадым деген қол керек. Орта мектеп қойды, қана мектеп? Қонай атындағы жалпы орта. Жалпы білім беретін мектеп. Орта.